Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде 142 есеп, 5 сынып математикасы, бірінші сыры бізде дұрыс бөлшек түрінде жазып, қысқартыңдар делінген. Қысқартайық. 0,100-ден 8 деген бізде ондық бөлшек берілген. Қалай жазамыз? Жай бөлшек түрінде так. Екі сан болғаннан кейін, өтірден кейін бізде 2 0 болу керек, бірден кейін. Яғни 100-ден 8 деп жазамыз. Бұны қысқартайық. 100-ден 8 бізде 2-ге қысқарады, және де 4-ге қысқарады. Ең үлкен қысқартайық. Ең үлкен санға, яғни 4-ге. 8 4-ге қысқартсақ 2, 100-ді 4-ге қысқартсақ бізде 25. Демек шығады бізде жауабы 25-тен 2. Келесі екіншісін жазайық. 0,100-ден 6 берілген. Қалай жазамыз? Бізде бүтін сан 0, сондықтан жазылмайды. Бөлшек сызамыз. Бөлімінде бізде 2, үтірден кейін 2 сан, демек 100. Алымында бізде тек қана 6. Қысқартамыз. 6 дегеніміз бізде 2 мен 3-тің көбейтіндісі. 100 бізде 3-ке қысқартылмайды, демек 2-ге қысқартамыз. 2-ге қысқартсақ 3, 100-ді 2-ге қысқартсақ 50. Демек шығады бізде 50-ден 3. Келесін жазайық. 0,1000-0,32. Немесе 0,1000-32. Жазамыз. Неге мыңнан? Себебі үтірден кейін бізде 3 сан бар, ал мыңда бізде 3 0 бар. Жазамыз. Так, бізде 32 дегеніміз ең үлкен көбейткіштерін айтайық. 32 дегеніміз бізде 8 бен 4-тің көбейтіндісі. 1000 бізде 8-ге бөлінеді. 1000-ды 8-ге бөлсек бізде 125 болады. Сондықтан ең үлкен мәніне бөлейік. Сонда 32-ні 8-ге бөлсек 4 шығады. 1000-ды 8-ге бөлсек 125 шығады. Бізде қалады бөлімінде 125, алымында 4 қалады. Келесін жазайық. 0,1000-625. Неге 10 000? Себебі үтірден кейін бізде 4 сан тұр. 1, 2, 3, 4. Ал 10 000-да бізде неше 0 бар? Дұрыс, 4 0 бар. Алымында 0,625 деп жазсақ та болады, немесе тек 625 деп жазсақ та болады. Так, балалар, бізде 625 пен 10 000 дегеніміз 10 000 бізде 625-ге бөлінеді екен. Мен мұнда бір шетке бөліп алдым. 625-ге 10 000-ды 625-ге бөлсек бізде 16 шығады екен. Демек екеуі де 625-ге қысқартамыз. 625-ді 625-ге қысқартсақ, яғни бөлсек 1 шығады. 10 000-ды 625-ге қысқартсақ бізде жаңа айтқандай 16 шығады. Демек бізде бөлшектің бөлімінде асты бізде бөлшектің бөлімі 16, ал алымында бізде бөлшектің үсті ол 1 шығады. Келесін шығарайық. Бізде 0,1000-5 берілген. Так, неге 1000-5? Себебі бізде үтірден кейін 3 сан бар, ал 1000-да бізде неше 0 бар? Дұрыс, 3 0 бар. 0,05 деп жазу міндетті емес, тек қана 5 деп жазсақ жеткілікті. Енді бізде 5 пен 1000-ды біз 5-ге қысқарталамыз. 5-ге қысқартайық. 5-ті 5-ге бөлсек 1, 1000-ды 5-ге бөлсек бізде 200. Демек бізде шығады 200-ден 1. Келесі 0,1000-56. Неге 10 000? Себебі бізде үтірден кейін 4 сан тұр, ал 10 000-да бізде неше 0 бар? 1, 2, 3, 4 0 бар. Алымына жазамыз. 0,056 деп жазу міндетті емес. Алдымызда 0-дерді алып тастап 56 деп жазсақ та болады. Сонымен бізде бұл нешеге қысқарады? Так, 4-ге қысқартсақ 14 шығады. Ал бөлімінде 4-ге қысқартсақ. Так, оқушылар, мен ең үлкен ортақ бөлгішті таптым. Бізде 4 емес 8 екен.
демек 56-ны біз 8-ге бөлсек 7 болады. Бұрыштап бөліп көрдім. Ал 10.000-ды біз 8-ге бөлсек 1250 шығады екен. Сонда бізде мәні 1250-ден 7 болғаны. Келесі бізде жазайық. 0 бүтін. Так, 10.000-нан 8.004 екен. Қане жазайық. Неге 10.000 себебі бізде үтірден кейін неше сан бар? 1, 2, 3, 4, 4 сан бар. Демек, бізде неше 0 болу керек? Бөлімінде онда 4 0 болу керек. Алымында бізде болады 8.004. Енді бұны бөліп көрейік. Так, бізде 4-ке қысқартады екенбіз. 4-ке бөлсек 8.000-ды, так, 2001 шығады. Ал 10.000-ды бөлсек 4-ке, так, 202 болады. 5, 2500 болады. Демек бізде 2500-ден 2001 шығады екен. Так, оқушылар, бізде 740-тың екіншісінде аралас сан түрінде жазып қысқартыңдар. Яғни бізде 10-дық бөлшек түрінде берілген. Енді біз бұны аралас сан түрінде жазу керекпіз. Бірінші бізде бүтін сан қарайық. Бүтін саны бізде үтірдің алдындағы сан, ол нешеге тең? 2, демек жазамыз 2 бүтін. Бөлшек сызамыз. Бөлімінде неше 0 білу үшін біз үтірден кейінгі сандарды санаймыз. 1, 2, 3, демек бізде бөлімінде бөлшектің 1000 болады. Себебі 1000-да бізде 3 0 бар. Ал алымында неше болады? 0,75 немесе тек қана 75. Так, енді қысқарту орындаймыз, балалар. 75 пен 1000 бізде қысқарады. 75-тің ішінде 25 3 рет бар, яғни 25-ті 3-ке көбейтсек болады. 75, сонда 1000-ды бізде 25-ке бөле аламыз. Демек, қысқартайық 25-ке. 75 25-ке қысқартсақ бізде 3 шығады. Ал 1000-ды 25-ке қысқартсақ бізде 40 шығады. Демек, бізде 2 бүтін 40-тан 3 қалды. Келесін жазайық. 4 бүтін 1000-нан 4 жазамыз. Бірінші не жазамыз бізде? Үтірдің алдындағы бүтін санды қарайық. 4 тұр. Жазамыз 4 бүтін, бөлшек сызамыз. 1000 деп жазамыз. Себебі үтірден кейін бізде неше сан? 3 сан тұр. Жазамыз 1000. 1000-да бізде 3 0 бар. Түсіндік қой? Бөлшектің алымына не жазамыз? 4 жазамыз. 004 немесе тек қана 4 деп жазамыз. Так, бізде балалар 4 пен 1000-ымыз қысқарады. Сонда нешеге тең болады? 4 бүтін қала береді. 4 пен 1000 қысқарады. Нешеге келеді? Так, 10-ды қысқартсақ 250 болады. Так, 250-ден нақты 1 шығады. 1 болады екен. Келесі бізде 5 бүтін 1000-нан 64 жазамыз. 5 бүтін жазамыз. Бөлшек сызамыз. 1000-нан 64. Так, бізде 5 бүтін 1000-нан 64. 64 дегеніміз балалар, бізде ол 8 пен 8-тің көбейтіндісі. 8 8-ге көбейтсек 64 шығады. Ал 1000 дегеніміз бізде 8 пен 125-тің көбейтіндісі. Жаттап алайық. 8 пен 125-ті көбейтсек бізде 1000 шығады. Сонда бізде екеуінде де 8 бар. Демек біз 8-ге не істейміз? Қысқартамыз. 64 8-ге қысқартсақ бізде 8 шығады. 1000-ды 8-ге қысқартсақ неше шығады? 125 шығады. Демек бізде қалды. Бүтін ұмытып кетпейік. 5 бүтін, бөлшек сызамыз. Бөлімінде, бөлшектің бөлімі деген асты 125, бөлшектің алымында, алымы деген үсті 8 шықты. Так, келесін жазайық. 17 бүтін 10.000-нан 875. Так, бізде үтірдің алдында бүтін сан бар. 17. 17 бүтін. Так, қағазым жыртылып қалған. Бала жыртып тастаған. Так, бөлшек сызамыз. Үтірден кейін бізде неше сан тұр? Санайық. 1, 2, 3, 4.
демек бізде бөлшектің бөлімінде неше нөл болу керек? 4 нөл болу керек. Ол бізде 10-ның алымында 0,875 немесе 875 деп жазамыз. Енді қарайық, бізде 875 дегеніміз нешемен нешенің көбейтіндісі екен. Так, бізде 875 дегеніміз ол 125-ті 7-ге көбейткенге тең. Енді 10.000 дегеніміз балалар. Бізде ол 125-ті 80-ге көбейткенге тең. Көбейтіп көрсеңіздер, осындай мәндер шығады. Енді бізде екеуіне ортақ 125 бар, е? 125-ке қысқартамыз демек. 875-ті 125-ке қысқартсақ 7 қалады. Ал 10.000-ді 125-ке қысқартсақ неше қалады? 80 қалады. Жазамыз, тең болады. Бүтін санын ұмытпаймыз. 17 бүтін. Бөлшектің бөлімінде 80-нен алымында 7 қалды. Бізде енді соңғысы бар екен. Ол 43 бүтін 1000-нан 8, е? 1000-нан 8 дегенде өтірден кейін бізде 2 нөл тұр. Жазамыз. 43 бүтін сан жазамыз. Бөлшек өтірдің алдындағы сандарды және бөлшек сызамыз. Өтірден кейін бізде 3 сан тұр. Демек бізде 3 нөл болу керек. Ол 1000. 1000-нан 8. Так, 43 бүтін жазып қойып, 1000-ды 8-ге бөлсек неше шығады дедік? 125, я? Значит, демек 8-ді 8-ге бөлсек бізде 1, 1000-ды 8-ге бөлсек 125. Бөлшектің бөлімінде бізде 125 қалды, алымында 1 қалды. Сонда бізде 43 бүтін 125-тен 1 шықты, я?